кімді Бекзатты толық түсініп отырмын. Өйткені тура осылай сөзді мен де айтқам. Тура осындай сөзді Шерхан да айтқан. Міне не болды? Сондай болды. Бірақ та біз бұны бір андай бір сәтсіз болды деп айтпаймыз. Просто әр адамның өзінің өмірінде бір адам пайда болса, бір-бірінің өмірінде рөлдері болады да, просташа. Уақыт келді, екеуміз екі жақ кеттік, бірақ та ол ешқандай өзіміздің постановка емес. Оның барлығы бір жақтан келіп отқан бұйрықта. Ертең бауырым, сен осылай қатты сөйлеп, ертең өзіңнің маңдайыңа осы нәрсе тиіп отпасын. Жақсы. Сен жаңа айтып отырсың ғой, қызды да айтып отырсың, аяушылық отырмын деген сияқты. Ал аяушылық туралы нәрсе бұл жерде айтылатын нәрсе емес, бауырым. Бұл қыз қазір келіп отыр, ұнаттым, сүйдім, күйдім деп келіп отқан жоқ. Просто танысып көру үшін келіп отыр. Ал бәрін айтып жатсыңдар, үміткеріңді қайтара бересің. Сен алдың сезонда отырдың ғой, дұрыс па? Саған да үміткерлер келді. Сен де қайтарып отырдың, не үшін қайтардың? Мысалы, саған сұрақ. Болды ғой, айттың ба? Енді қара. Жоқ, мен сұрақ қойып отырмын. Не үшін қайтарып отырсың? Қара, тыңдашы мені. Біз кездестік, сөйлестік. Әңгімеміз жараспағаннан кейін ал Шерхан да ба? 4 үміткер келді, 4-еумен де кездесу болмаған. Және де қараңдаршы Дәулет. Сен екеуің, Шерхан екеуің халықтың алдында үйлендіңдер ғой. Халықтың алдында үйленгеннен кейін, ажырасқаннан кейін бұнда қайтып келмеу керек еді онда. Шынымен, өткені халық жаман ойлайды бәрібірде. Халықтан келмеңдер, сыртта үйлендер, сояқта бақытты болыңдар. Сен халық үшін жауап бермей-ақ қой, біз халықтың ойын уже білеміз. Бізге комментарияда жазылады, және де дайрегімізге де жазылады. Біз уже халықтың ойын білеміз. Халықтың атынан сен сөйлемей-ақ қой. Вот айтайыншы, Баласахан, Нұрдәулетке айтып жіберейінші. Халық айтса, халық айтпайды. Халықтың ойын білеміз деп тұрсың. Халық вот емес, халық сөзі маңызды емес болғаннан кейін осы жерге келіп тұрсың, көрдің ба? Халық айтса, бірақ халық айтпайды, Нұрдәулет. Жарайды, сен толық түсіндік. Бірақ Құдайға шүкір, халқым мені қолдайды. Мен саған осылай айтайын. Келгелі берде, Аллаға шүкір, мен мұнда не үшін келдім? Себебі біздің жүзіміз ашық, бетіміз ашық адамдармыз. Біз сыртта тығылып бірдеңе бүлдіріп алып, мынақа кірерге бет таппай жүрген адамдар емеспіз. Біздің жүзіміз ашық. Қалай бар солай көрсете аламыз. Өмірімізді жасырмаймыз. Халық алдында барлығын алдын ала бұрыннан көрсеттік па, и дальше көрсете береміз. Біз соған дайындалған адамдармыз. Және де мен саған бауырым бір керемет сөзбен айтайыншы, сүрінгенмен бүлінген сөз етпе, сен де тұрсың, мен де тұрмын кезекте дейді. Сол себептен асылық сөйлеудің қажет жоқ. Болашақта не боларын білмейсің. Мен саған жамандық тілемеймін, бауырым, еркекше. Бірақ дәл осы сөйлеген адам, тіл деген бар ғой, жау бізге. Ертең айналдырып өзіңе алып келіп қоймасын. Сол себептен артық екінші сорт деп. Жарайды, мені кінәлі, бірақ сыртта көріп отырған адамдар не ойлайды сен туралы? Қаншама қыздар бар, олар екінші сорт па сонда? Сен қазір менің аузымда не сөз шығарып алғың келіп тұр? Сен бойдақ қыз, мен бойдақ қыз сұрадым ба? Мен танысып отырмын, мен талаптарымды айттым ба? Танысып жүрмін, и таныса беремін де. Не сұрап отырсыңдар? Қыздар, жігіттер, енді мен де осы туралы айта кетейін, олай ойлау дұрыс емес деп ойлаймын. Оны ел көріп отыр, жұрт көріп отыр, әркімнің өз арам ойы өз ішінде әрине, бірақ олай бағалау, адамдарды олай сұрыптау, олай бөлу деген өте бір төмен нәрсе. Сондықтан жігіттер, қыздар, барлығымыздың дәрежеміз бір деңгейдеміз. Ешкім ажырасамын деп үйленбейді. Екінші ретте басқасы да ол мүмкін емес нәрсе. Ешкім өзіне жақсылық тілемейді. Барлығы бір адаммен мәңгілік қол ұстасып бірге қартайғысы келеді. Бірақ жігіттер осы жерге келіп бақытын іздеді. Екінші ретте неге бақытын іздемеске, таппасқа лайық деп санаймыз. Жай ғана Баласахан, мен айтқым келіп тұрғаны, андайда жай ғана өздері ажырасқаннан кейін, бірақ та қызға қоятын талаптары өздеріне сай емес та, мен просто соған жыным келеді ше. Нұрдәулеттің бағана өзінің сөзінде келеңіз айтқан болатын, мен 18-ге қызды қалаймын дейді. Бірақ өзі не істеді? Өзі бір рет ажырасып келді, бірақ осы жерге отырды, бірақ та сөзі ісіне сай ма? Сай емес, Баласахан. Шерхан да сондай әңгіме болып отыр. Ажырасқан қыздар келеді, оларды менсінбейді. Оған қыз керек та, оған жай ажыраспаған қыз керек болып тұр. Одан кейін ісіңе сөзің сай болсын. Мен соны айтқым келеді, Баласахан. Бірақ дегенмен Бекзат, бұл жерде сәйкестік деген мәселені де ойластырып қою керек. Неге? Себебі қаншама қыз жігіттер мен өзіме лайықпын деп үйленбеген, бұрын тұрмыс құрмаған қыз жігіттермен үйленіп отбасын құрып, одан кейін ажырасып жатуы мүмкін, иә? Немесе одан кейін біраз уақыттан кейін ажырасқан қыз жігіттермен үйленуі мүмкін. Бірақ осы 4 қыздың 4-еуі де бәлкім сәйкестік шығар. Нақты көңіліне қонбай жатқан шығар. Келесі келетін қыз дәл сондай тағы да ажырасқан болуы мүмкін, бірақ онымен әңгімесі жарасып кетуі мүмкін. Енді мен оның барлығы бір Шерхан әдейі жасап отыр деп ойламаймын. Жоқ, Баласаханым енді айтып жатыр ғой. Кім? Елдар, сен досың ғой, дұрыс па? Елдар, сен досың ғой, дұрыс па? Ернар? Иә. Елдар. Елдар, иә. Үйленіп кеткен. Мысалы, сен соған не үшін айтпадың? Жоқ, қарашы. Жоқ, сен қарашы, сол досың ғой, нағып сырылдап осы жерде айтпадың өзің пікіріңді. Жігіттер, оны әрі қарай өрбітудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Ол әркім өз түсінігі дәл солай қалатын сияқты, менің ойымша. Ғалымжан, сөз сұрадыңыз ба? Негізі жаңа айтқым келгені жігіттерді кейде түсінбеймін да, мен Шерханға қарай айтылып жатыр да, ол негізі Бекзат, мысалы Бекзат алдыңғы сезон 1 жылда 5 үміткер келді. Кемеді деп ойлаймын мен.
11 үміткер. Шерханға бір айда 5 үміткер келіп жатыр. Сондықтан Бекзат көремашылықтан ба түсінбеймін, кейбір жігіттер көремашылықтан айтып отқан сияқты. Негізі ол әңгімені бұл жерде жігіттер айтпау керек, наоборот жігіттер түсінеді ғой. Бұл жерде қыздар айтса, другое дело, да? Ол түсінуге болатын еді. Сендер жігіттер түсіну керексіңдер. Сосын Нұрдәулеттің сөзіне полный қосыламын. Бекзат, сен ертең мысалы ажырасам деп үйленбейсің, дұрыс па? Сол нәрсені кішкене аузыңа байқап сөйлеген дұрыс болады, бауырым ше? Жарайды. Нұрсұлтан. Жоқ, мына жақта енді Бекзаттың айтқысы келіп жатқан нәрсені түсініп тұрған сияқты. Мен Балауса ханым сөзімен ісін сай келмейді деген сияқты. Алдында да көрдік қой, біз ортаға наяқта біздің неміз болып, тақырыптарымыз болып жатқан кезде, ой, сендер мынандай жігіттер кішкене сәл сабыр. Мына жақта отқан кезде, біздің тақырып болған кезде, сендер мынандайсыңдар, сендер осындайсыңдар, қызға сөз тиіп кетеді деп осындай ақылын айтқан болатын да, бірақ та өзіне келген кезде дәл осы жақта сөйлемей отты да Балауса ханым. Сол тарапта Бекзат соны айтып жатыр деп ойлаймын мен, сөзімен ісі сай келмейді деп. Енді қараңыздаршы, Балауса ханым, сізден сұрайыншы, өтініш. Мен біреуге бірдеңе деп уәде бердім ба, мен керемет кездесу жасап берем, не болмаса мен айтып алып соны жасамай қойсам мейлі екен. Мен енді сіздерге айтып жатырмын ғой барлығын. Енді сондай бір сәйкестіктер келіп қалып жатыр, ыңғайы келмей жатыр, кейде үміткердің тарапынан оның барлығына енді білмеймін, әдейі жасалып жатқан дүние емес, бірақ сендер қайдан тауып алдыңдар менің сөзім мен ісім сәйкес келмейтінін қаяқтан көрдіңдер? Бір бар ма бір мысал келтіретін нәрсе? Енді Шерхан, сіз оны ешкімге айтып дәлелдей алмайсыз. Бірде ұнауыңыз мүмкін, бірде ұнамауыңыз да мүмкін. Менің ойымша тек қана алға қарай жүре беру керек, қарым-қатынасты жасау керек, көру керек, сыйластық таныту керек. Бәлкім осы жолы жолыңыз болып кетер. Шымылдықты ашсақ қалай? Бәлкім. Иә, ашайын. Шымылдық ашылсын. Шымылдық ашылды. Шерхан, әсеріңіз? Әсерім ерекше. Әсеріңіз ерекше? Ерекше, себебі бірінші рет өзімнен кішкентай қызбен сөйлесейін деп тұрмын. Солай ма? Тіпті. Аружан, сізге Шерхан қалай екен өмірде? Жоқ, в жизни более эфирден қарағанда Сымбатты, иә, сымбатты дейінші. Жақсы. Қандай күшті. Енді жаңа айтып жатсыз ғой. Мен мақтаса өзім біртүрлі болып қалады екенсің ғой. Негізі жаңа айтып жатсыз ғой. Мен өте бір қызғаншақ адамдардың қатарынамын. Негізі оны айттым ба, айтпадым ба білмеймін. Сол себептен ондай көзқарасыңыз қалай қызғаншақ адамдарға? Енді әрине өзім жақсы көретін адамым да. Мен более негізі андай удобная болғаным емес, бірақ мен барынша спокойныймын да негізі. И білмеймін, бірақтан жігіт тарапынан қатты, мен өзім ол нәрсеге допускать етпеймін. Қатты ешкім қатты қызғанғанын мен ұната бермеймін. Ұната бермеймін дейді. Енді алдын ала айтып жатқан жалпы мен негізі қызғаншақтығым бар деген сияқты. Саида сөз сұрап еді, қайта. Балауса ханым, мен Шархан мырзадан сұрағым келіп тұр. Сізде уже опыт бар. Сіз мысалы келешекте қыздан, әйеліңізден не күтесіз? Что сізге қандай әйел керек, қандай қыз керек, ожидание мен реальность болып қалмасын. Сізге де сондай сұрағым бар. Болашақта совместный өмірді қалай көріп тұрсыңыздар? Яғни менің ойымша ажырасу деген секілді қателік қайталанбас үшін сіз алдын ала қазір нені қалайсыз деп сразу қандай не көресіз, қалай көресіз? Өте күшті сұрақ негізі. Осыған дейін ешкім қоймаған осы сұрақты. Жалпы мынандай нәрсе, ең бастысы мен үшін сенім керек. Сенім керек. Одан кейін сыйластық керек, одан кейін махаббат. Мен бірінші орынға сенім, сыйластық, махаббатты қояр едім. Себебі сенім болған жерде тыныштық бар, тыныштық болған жерде сыйластық бар, сыйластық бар жерде махаббат бар деп ойлаймын. Сол себептен мен үшін осындай. Аружан, алып қосарыңыз бар ма? Маған да сол сенім керек, бірінші сенім. Сенім болса негізі екі жақтың да құлағы, жүрегі бәрі тыныш болады дейінші. Ары қарайғы уақытта білмеймін енді. Аузы күйген үрлеп ішеді дейді. Негізі екеуіңіздің де айтып отырғандарыңызға қарасам, жай сезімнің жетегінде кету дұрыс емес деген тұжырымға келген сияқтысыздар. Одан да махаббаттан да ең бірінші тұру керек нәрселер бар деген ой түйген сияқтысыздар. Енді айтар дүниелеріңіз көп сияқты, бір-бірлеріңізге бәлкім сырласуға жіберейік сіздерді. Балауса ханым, кетпей жатып айтсам бола ма?
жібермейміз сырласуға деп айта жатқан салайыншы иә сырласуға бармай тұрып осы жерде жаңа мен товарға теңеп жатыр ғой жарайды деп жатырмын да енді өздері бастады балауса ханым шынымен мені товарға теңеді осы аяулым шығарды сол сөзді если товар болса жарайды мен оригинал товармын сен сияқты одноразовый товар емеспін бұны неге айтып отырмын Айжан былай істейік шерханның уақытын алмайық мен шерханға қатысты нәрсе айтайын деп жатыр деп ойладым шерханның қатысы бар иә шерхан мен аружанды біз қазір сырласуға шығарып шығып салсақ өздеріңізді иә барып әрине рұқсат Жаңа күн. Араларындағы 7 жыл енді кедергі емес еді. Керісінше ол теңдікке айналды. Бірінің жастығы, екінші саналығында. Перизат оның өміріне салмақ, тұрақтылық әкелді. Нуни оған жеңілдік, қуаныш, жаңа көзқарас сыйлады. Кейде адамдар бір-бірін дәл уақытында емес, дәл қажет кезінде табады. Эпилог. Бірнеше айдан кейін олар жұмыстан кетті. Бірге жаңа жоба ашты шағын креативті студия. Таңертең кофе ішіп отырып Перизат күліп айтты. Сен әлі баласың, білесің бе? Сен де кейде бала сияқты күлесің деді Нуни. Екеуі күліп алды. Сол күлкіде айырмашылық емес, үйлесім бар еді. Өмір жастың саны емес, жүректің уақыты. Ал Нуни мен Перизаттың уақыты дәл қазір басталып жатқан.